Тәуелділік емделеді. Мейлі сіздің жақыныңыз лудоман, ойынқұмар, мейлі наркоман, алкоголик, тәуелділік емделеді. Ата-анасы толық емес отбасынан шыққан балалар көбінесе. Сен негізі ішкілікке салынған емес, сен бірінші кезекте нашақорсың. Өзімнің қазіргі жасаған қателіктерім, яғни осы нашақорлыққа келген. Алдағы балдар, жаңа ересек жігіттер, жас балдар қайталамаса екен деп. Қол көтеретін бе еді? Әрине, әкем қол көтеретін. Отырғызып қойып, есікпен жаңағы басымнан соғып, анам жоқ кезде ұрып, сондай болатын. Ішіп келгенде қарасам, анам жарақат алып жерде жатыр екен, қансырап. Бір қуаныш сәттер болса, анаммен бөлісе алмайтынмын. Өйткені анам жоқ, болса да мен айтайын десем ұйықтап қалады, немесе кеш болып қалады деген сияқты. Мен ешкімге айтпайтынмын. Үйде не болып жатқанын мен өйткені ұялатынмын. Өзімнің өмірімнен ұялатынмын. Сен үшін құбыжық бейнесіндегі отбасының мазасын алған, анаңды осып қансыратып тастаған ер адамға сені ұқсайсың деп айтқан сөзден ауыр сөз жоқ, менің қазір түсімде. Ал менімен бірге жүретін, кел көрейік дейтін балалар, ол бір жерге шақырсаң да уже келе береді. Басында жаңағы әдемі сезімдер болса, аяғы осындай сезімдерге алып келген, өзімді түсінбей қалдым. Яғни мен оны қабылдамасам, маған жаман. Қабылдасам да маған жаман. Сондықтан екі ортада болып, мен уже мәжбүр болдым, Нью-Йоркқа кетіп, мен уже қабылдай бастадым, просто чтобы жить. Қайырлы күн, құрметті достар. Міне, Серкулс Али каналында тағы да бізде кезекті подкаст. Сіздерге подкастты бастамай тұрып бірінші айтып кететін нәрсем. Тәуелділік емделеді. Мейлі сіздің жақыныңыз лудоман, ойынқұмар, мейлі наркоман, алкоголик, тәуелділік емделеді. Тек ең бірінші, тәуелділік деген қайдан пайда болды, не себептен, қандай салдары, осының бәрін тәуелді адаммен қалай сөйлесу керек деген біраз өзіңізге ақпарат жинап алсаңыз, және бізге хабарлассаңыз, осы видеоның астына комментарий жазыңыз, сұрақтарыңызды қойыңыз, қандай сұрақтарға тағы жауап алғыларыңыз келеді, алдағы подкасттарда соны міндетті түрде талдаймыз. Сонымен бүгінгі менің қонағым 24 жастағы Шыңғыс деген жігіт. Саламатсыз ба? Саламатсың, Шыңғыс. Қош келдің. Сен подкастқа қатысқысы келеді, біраз сұрақтарға жауап беріп, шынайы өзінің оқиғасымен бөліскісі келеді деп мен Даниярдан естідім. Біраз жігіттерден, азаматтардан естіп, содан кейін сені шақырдым. Мен бірінші мынадан бастайын сұрақты. Сен неге подкастқа келді? Шынайы өзіңнің өміріңмен бөліскің келді? Біріншіден, не үшін келгенім, ол өзімнің қазіргі жасаған қателіктерім, яғни осы нашақорлыққа келген. Алдағы балдар, жаңа ересек жігіттер, жас балдар қайталамаса екен деп. Яғни емделуге болады, емін табуға болады деген сияқты. Сол үшін айтуға, бөлісуге келіп отырмын. Тамаша. Олай болса, Шыңғыспен бүкіл әңгімесін басынан бастайық. Өзің басынан бастап бөліссең, балалық шағыңнан, қандай отбасында, қалай сен балалық шағың өтті? Менің атым Шыңғыс, 2000 жылғы, яғни 24 жастам, Қостанай облысы Амангелді ауданында дүниеге келгем. Балалық шақ дегенде мен жалғыз баламын, отбасыда әкем, анам ауылда, осы мектепте оқытып, келесі жолы уже қалаға көшіріп алды. Сол кезден бастап уже деструктивный поведение дейді ғой, отбасымызда улы-шулы ақырында бастала бастады. Әкем өзі ішімдікті бастап. Сендер ауылдан қалаға көшіп келгеннен кейін отбасында қарым-қатынас бұзыла бастады. Өйткені мен әжемнің қолында өскеннен кейін анам мен әкемді былай қатты біле бермейтінмін. Сондықтан әжем қайтқаннан кейін мен сразу қалаға алып кетті. Сен неше жаста едің ол кезде? Ол кезде бір 5-6 жаста болатынмын. Оған дейін білетін бе еді әке шешең ана кісілер екенін? Оған дейін білетін. Бірақ ол кісілерге бауыр басқан жақын емес едің. Содан ата-ананың қолына қалаға келдің. Ол кісілер сен үшін бөтен адамдар сияқты ма еді? Басында өйткені мен түсінбейтінмін. Әжем қайда, сол кісіге бауыр басып қалғаннан кейін, как будто бір тәтем ағам ретінде сияқты байқайтынмын. Үйде жүргенде де өзім қорқап, былай ештеңе істей алмай, артық іс қимыл деген сияқты ондай ештеңе істемейтінмін үйде жалпы. Содан ата-анаңның бір-бірімен қарым-қатынастары жақсы емес екенін көре бастадың кішкентай кезден. Екеуінің ортасындағы жанжал неден туындайтын еді?
Жанжал ол әкемнің менмендігінен, яғни мен бәрін бағып жүрмін, мен ақша келем, мен осыны істеймін. Яғни өзі ішімдікке салынып, қызуланыққа салынып, үйде ұрыс керіс содан пайда болатын. Сен істемейсің, мен істеймін деген сияқты екеуінде ара қатынасы сондай болады. Екі ортасында мен қалатынмын соған қарап. Бұл қаншалықты үйде осы жанжал қаншалықты жиі болатын еді? Менің білуім бойынша күнделікті, өйткені әкем жұмыстан ішіп келеді, жатады, анам жұмыстан шаршап келгенде уже басталады, не үшін жатсың деген сияқты күнделікті. Әкем уже достарын үйге шақырып жатады, анам жоқта мені алдап, мінекей саған 100 теңге барып ойнап кел, капитал. Оған дейін өзі жаңағы достарымен ішіп солай отыратын. Мен соны көріп үйден қаша бастайтынмын. То есть маған үйде ұнамайды уже. Үйдегі күнде жанжал жалғаса береді. Сенің ойыңша ол жанжалдың бәрінің бастамасы әкең өзін ер адам ретінде жоғары қояды анаңдан, е? Анаңды төмендетеді ғой сонда. Әрине. Анаң да жұмыс істейді, ақша табады. Екеуі екі жақтан тауып жатса да, әкең көп тауып, көп асырап тұрған сияқты, асырап жатқаны міндетсін еді. Сонда сен көбірек анаңды түсіндің әкеңнен гөрі. Мен анамды көбірек, анама жақын едім. Бірақ спасатель дейді ғой, мен екеуінің ортасына түсіп алып, анамды жақтайтынмын. Қандай кез болмаса да, мен бірақ әлсізбін, күшсізбін, яғни ортасында жылап. Баласың сен әлі кішкентай. Жылап отырып қалатынмын. Екі ортада мен кінәлі болып қалған сияқты өзім сезінетінмін. Қол көтеретін бе еді? Әрине, әкем қол көтеретін. Отырғызып қойып, есікпен жаңағы басымнан соғып, анам жоқ кезде ұрып, сондай болатын, ішіп келгенде особенно. Сонда бұл саған осы бір қол көтеру, осы бір кішкентай баланың басын есікке ұрып отыру, сен айтқан бұл оқиғаң менің есімде. Шет жағасын айтқан. Сөйтіп ұрып отыруға не нәрсе ол кісіні апарады? Оның ішінде не бар? Өйткені мен бір нәрсе болса анам жақтаймын ғой. Неге іше бересің деп анамның сөзін айтатынмын. Анам да сол сөзді айтады, ол намысына тиеді, и баласы да сол анасының артынан еріп бара жатыр. Мен ешкім түсінбейді деп әкем менен өшін алатын. Яғни екеумізден солай болатын. Анаңа да қол көтеретін, иә? Иә, өте көп. Мен оны барлығын есімде қалай болатын. Қандай бір ауыр сондай сәт есіңде қалды анаң мен әкең ортасындағы болған оқиғалардан? Мен олар көп екенін білем, бірақ біреуі мысалы, біреуімен бөліссең. Ең ауыры мен нағашы атаммен және ағаммен келе жатқам үйге. Сол кезде былай қарасам, әкем ішіп алған, үйдің аласында жүр екен. Уже полиция қызметкерлері де түсінбей қарасам, анам жарақат алып жерде жатыр екен, қансырап. Сол кезде естігенім, ол кезде мен 8-9 жастамын, естігенім бойынша әкем ішіп алып, анамнан өш алып, жаңағы артынан пышақтаған ғой енді. Сонымен сол жерде қалып қойған. Құдай бетін аурақ қалсын, үйде кісілер болып, анам кір жайып жатқан екен, ол кезде айту бойынша. Әкем артынан барып, жаңағы пышақ сұққаннан кейін, анам қатты айқайлаған, үйдегілерден жаңағы тәтем бәрі шығып, вовремя айтады ғой. Тоқтатып қалған. қалып. Ауруханаға түсті ме ана? Ауруханаға түсті. Мен ең көргенім, анам жылап жатты жерде маған қарап. Мен сол кезде сөз жоқ менде, ештеңе айта алмай, андай екі жақта да не істерін білмей қалдым, просто үндемей қалдым. Анамның жылағанын көріп, маған уже бәрібір болды, не болып жатқанын мына жақта дым түсінбедім. Содан кейін ең ауыр сәт сол болды. Тура осындай ұрыстар одан кейін де жалғаса берді ме, қол көтерулер? Осыдан кейін естуім бойынша туысқандарым әкеме айтқан, сен қой деп, анам айтқан, бізге тиіспей, мен саған арыз жазбаймын, бізге тиіспесең болды деп. Сонымен әкем басқа қалаға кетіп қалған. Өзін жұмыс бойынша уже қорқатты, полиция қызметкерлері бүйтіп айтқаннан кейін. Одан кейін былай қатты болған жоқ, бірақ маған келе бастады. Анам емес, маған ұлым қайда, не қайда деп ішіп алып звондап, анамның мазасын алып, мені іздеу үшін. Бірақ менде андай не болмаған, әкем қайда, не істеп жүр деген сияқты. Өйткені менде жаман ой қалыптасқаннан кейін, одан кейін бір қатты не болған жоқ. Тек қана үйге келіп тұратын, ішіп алып. Бірақ тиіспейді, тек қана мені іздейді, мені көреді, кетеді деген сияқты, сондай болған.
соңғы. Саған талас болып тұр ғой, иә, сонда бұл жерде сенің назарыңа, сенің махаббатыңа бір баласынан алғысы келіп тұр. Сен анаңа осындай назарыңды бөліп, махаббатыңды бөліп, қамқорлық, кішкентай болсаң да анаңа қамқорлық танытып жүрсің. Соны әкең сен маған жасамадың деп таласып тұр ғой сонда, иә. Ал сол бір 5 жастан 9 жасқа дейінгі Шыңғыс кішкентай баланың көз алдында әке, ер адам деген кім, қандай образда, қандай бейнеде қалды? Сол 9-ға дейінгі Шыңғыстың көзімен айтсаң. Мен қазір оны қалай айтсам болады, мен әкең көрген жоқпын. 5-9 жас болса да мен әкең қандай болатынын білген жоқпын. Қандай тәрбие алатынын білген жоқпын. Яғни мен оны былай сипаттап бере алмаймын, өйткені мен көрген жоқпын. Сен үшін сол бір ер адам жүрген бұл бір құбыжық, бір қатыгез, тиран. Мен үшін солай болды сол. Оның осылай үйде көп ұрыс жанжал шығарғанның кесірінен осы қысымға шыдамай Шыңғыс үйге келмейді, үйден қашатын болды. Көбінде далада жүретін болды. Осылай қашып үйге келмей далада жүру арқылы сенде қандай мінез құлық қалыптаса бастады? Сен қандай бола бастадың? Мен үйден қашқандым, өйткені қорқыныш, тағы да келе ме, тағы да ұрыс жанжал бола ма деген қорқыныштан кейін мен бақытты басқа жерден іздей бастадым. Яғни даладағы балдардан жүрген, бірге ойнап күліп, мен де өзімнің балалық шағымды сезінейін деп, сол кісілермен жүргенде мен басқа сезімде болдым. Яғни шаттық, бақыт та бар, өзіммен өзің ересек өмірге деген жақындай бастадым. Өйткені сол кісілермен жүріп ойнап, мен өзімнің ойымды бөліп, жаңағы өйткені жаман ойлар қалыптасқаннан кейін ол жақта мен өзім еркін сезіне бастадым өзімді. Сондықтан қандай іс болмасын, мен өзім шешім қабылдай бастадым. Яғни мен өзіме ой қойдым, иллюзия дейді ғой. Анам ештеңе демейді, әкем ештеңе демейді, олардың өз жұмыстары бар, өздері ұрысып жатыр. Мен өзім шешім қабылдай бастадым. Не істесем де өзім анамнан да рұқсат сұрамаймын, әкемнен де рұқсат сұрамаймын, өзім шешім қабылдай бастадым. Қайда барсам да, кеттік барамыз, не болса да көрейік деген сияқты уже. Осылай өзің шешім қабылдай бастаған жақсы нәрселерге әкелді ма кейін сені? Қазіргі жағдайлардан кейін жоқ, өте нашар. Яғни бұл дұрыс болмады? Жоқ, өте дұрыс болмады. Өйткені мен этап дейді ғой, өзімнің өмірімді дұрыс сүре алмадым деген қазіргі мағлұмдамын. Өйткені анаммен дұрыс қарым-қатынас болған жоқ. Өйткені мен қорқам анама бір нәрсе айтуға, шындықты айтуға. Мен мына жерге барайыншы деп, мен мына жерден достарым таптым деген сияқты айта алмаймын. Өйткені ойлайтынмын, анамның өзі жаңа шаршап жүр, өзі жұмыс істеп жүр, тағы да әкем бар, оның мазасын алатын. Әйтеуір маған тиіспеңдерші, мен өзім жүрейін, сендер өздерің жүріңдерші деген сияқты менде ой болған. Сендерге мен бір кері әсерім тиіп жатқан сияқты деп ойладым. Екеуінің де аса қатты сенімен бір шаруалары болмады, иә сонда? Жоқ. Анам, яғни менің аяғым ауыратын, 10 аяғым. Сол ауруханалармен жүретінбіз, анам. Әркез менің аяғыммен жүретін, жұмыста, ауруханада, ауруханада солай жүретін. Әкемнің шаруасы жоқ, яғни тек қана сөзбен, қайда, не істеп жатыр, басқа көмегі жоқ, ешқандай көмек берілген жоқ. Анам тарапынан өте қиын болған қазіргі кезде түсініп отырмын. Ол кезде түсінбейтінмін. Содан әкең басқа қалаға, басқа жаққа жұмыс істеуге кетті. Анаң екеуіңнің өмірің үйде, екеуің үйде қалдыңдар. Екеуміз дегенде туған әпкесі бар, соның баласы бар, яғни бөлем. Сол төртеуміз тұра бастадық. Ажырасып кетті ма? Иә, толығымен ажырасып. Яғни толық сол бір анаң пышаққа түскен жанжалдан кейін екеуі ажырасты. Туысқандар ажырастырды, иә? Иә, сөйтті. Сен білдің ба сол кезде екеуінің ажырасқанын? Жоқ. Мен білген жоқпын. Менің ойымша просто әкем кетіп қалды, болды. Анам екеуміз қалдық. Маған ең маңыздысы болғаны анама тиіспей бақытты күндер өмір сүрсе екен дейміз. Ал қандай жағдай болып жатыр, не болып жатыр, маған басыма келіп кеткен жоқ ол кезде. Солай екеуі ажырасқаннан кейін негізі сен үшін бақытты күндер келді, иә сонда? Бақытты, яғни даладан таптың. Бақытты, яғни даладан таптым, өйткені үйде барсам анам жоқ, анам жұмыста күннен кешке дейін ақша тауып жатыр. Мен оны түсінбеймін.
үйде неге ана жоқ, үйде неге бақыт жоқ, неге қуаныш жоқ деп мен даладан іздейтінмін. Далада ойнаймын, жүгіремін, күлемін. Сабағымды да ағам қарайтын, сабақ оқығанда да. Оның өзінде де бір қуанышты сәттер болса анаммен бөлісе алмайтынмын. Өйткені анам жоқ, болса да мен айтайын десем ұйықтап қалады немесе кеш болып қалады деген сияқты уже өзім шешім қабылдай бастадым. Маған осы дұрыс, маған осы бұрыс деген сияқты. Отбасындағы түсіністікпен болатын бақытты қарым-қатынас деген қандай, сен көрдің ба соны кішкентай кезіңде? Достарыңнан, туыстарыңнан мүмкін? Достарым болатын жақсы былай қарым-қатынастағы. Ол кісілердің үйіне баратынмын, үйіне шақыратын. Әкесі, анасы, ағасы. Сол кезде мен неге өзім жайлы сезінем, мен көрініс көремін. Жаңағы әкесі, досым айтып жатады, балам қалайсың, не істеп жатсың, досың ба сені таныстырсай. Сол кезде мен өзімді андай өте жаман сезімде болатын, андай ешкімге керек емес, біртүрлі жетім, біреудің үйіне келіп отқан, біреудің асын ішіп отқан, біреудің бақытын сүріп отқан адам сияқты болатын. Сондықтан олардың үйіне бара бергің келмейтін болдың, немесе баратын болдың? Мен күніге бара бергім келетін. Өйткені сол маған ұнай бастады. Толыққанды отбасы, бақыт, бәрі бір-біріне жылулыққа танытып қарайтын. Сол кезде мен қызығатынмын. Міне балам саған неке ақша барып қыдырып келіңдер, ойнап келіңдер, бүйтіңдер дегенде мен солармен жүріп үйді ұмыта бастағам. Ол отбасындағы балалар, сен оның доссың ғой. Сенің шынайы өмірің, үйде қандай оқиға, не жағдай екенін білетін бе еді? Бөлісетін бе едің оны? Мен ешкімге айтпайтынмын. Үйде не болып жатқанын мен өйткені ұялатынмын. Өзімнің өмірімнен ұялатынмын. Өзімнің жыртық киімім болса, мысалы, үйде бір жаман іс болып жатса, әкемнің жоқтығы болса да мен ешқашан жамандамаған. Басқаша қылып айтатынмын. Әдемі қылып. Өйткені мен үшін адамдардың ойы маған ең маңызды сол болатын. Үйде қалай болып жатыр, бәрі жақсы мәсе. Әрине бәрі жақсы, күшті, анаммен бәрі жақсы деп. Осылай баланың өзінің өмірінен, өзінің ата-анасынан ұялып, бәрі жақсы деп айта бастауы балада қандай мінез құлықты қалыптастырады? Қандай іс-әрекетті қалыптастырады? Менде іс-әрекет өтірік айту, яғни шындықты айтпау, жаңағы жауапкершіліктен қашу, менде уже сондай пайда бола бастады. То есть анама не айтсам да әдемі қылып айту, әдемі қылып жеткізу, әдемі баланың рөлін ойнау мен үшін маңызды болды. Өйткені мен жаман болсам, мен қорқатынмын. Анам, сен әкеңе тартқансың, сен әкең дейсің, маған ешқандай бақыт әкелмесең, не үшін бала болып жүрсің деген сияқты. Сонда ой қалыптасады. Мен анамның орнына уже ойлай бастаймын. Ондай айтпаса екен деп. Негізі айтты ма бұндай сөздерді? Айтатын, есімде. Тәтем де айтатын. Қандай сәттерде, қай кездерде айтатын саған? Ол кезде отырыс кезінде немесе ішімдік ішкен кезде айтатын. Немесе мен жамандық бір нәрсе істеп қойсам, бір өтірік айтсам, өтірігім шығып қалса айтатын. Міне, сен кішкентай кезіңнен уже әкең сияқты өтірік айтып бастап жатсың. Сенің іс-қимылың да соныкі, үйге келмейсің, үйдің жұмысын істемейсің, далада жүресің. Сен сабақты жақсы оқыдың ба? Мен сабақты былай қарасаң тек баға үшін оқыдым. Енді анама жақсы хабар жеткізіп бару үшін мен 5 алдым, мен 4 алдым. Яғни тек қана баға үшін ғана оқыдым, өзім үшін емес. Ол бір уақытқа дейін, яғни 6-7-тен кейін мен түсіне бастадым. Маған қазақ әдебиеті, тарих өте маңызды болғаннан кейін мен өзім оқи бастадым, өзім үшін ол кезде уже. 6-7-ге дейін сонда сабақты жақсы оқымадың? 5-ге дейін жақсы оқымадым. Қалған ақырындап өзім үшін тек қана өзіме керек, яғни там алгебра, ол сабақтарды жақсы оқып бастағаның сол сабақтарды берген мұғалімдерге байланысты мүмкін? Немесе кім саған осы пәндерді жақсы оқуға шабыт берді? Әрине болды, жақсы мұғалім, әдеби тілдің мұғалімі. Ол кісі маған мотивация беретін, менен көретін қандай шақтарым бар. Мен содан мотивация алып ары қарата жүретінмін. Өйткені үйде болмайтын ондай. Үйде маған әу дейтін қожа жоқ, осылай істеп көрсең қалай болады, сенем жақсы бір адам шығады. Ондай мотивация болмағаннан кейін мен мектептен басқа кісілерден ести бастағаннан кейін менде талпыныс пайда бола бастады.
оқып, жаңағы шығармашылықтар кештерінде өзімді көрсетіп, қаншама жаңағы қойылымдар болса сол жерде де барлығын өзім көрсететінмін. Мен сонымен өзім ләззат алатынмын. Сол 6-7 класстан кейін сен мектепте бір белсенді оқушы болдың ба, сонда активист дейді ғой? Иә, сондай мектептің оқушы. түлегі жақсы, бір ән болса әнге, жаңағы қойылым болса қойылымға, бір мероприятие болса ол жаққа да мені шақырып алатын бірінші. Осындай бір жақсы жағынан өзіңді көрсетуге мектептегі ұстаздарың әсер етті. Иә, ұстаздарым әсер етті. А мамаң бұған қалай қарайтын? Анам айтатынмын, ол жалпы ол кісі айтатын, иә жұрт дұрыс, ары қаратай істей бер, өзіңе ұнаса болды деген сияқты. Ол кісіден де мен былай алам, бірақ бала сезім все-таки қалап тұрам. Анам келсе екен осы жерге, менің іс шарама келсе екен, менің неме келсе екен, көрсе екен, қандай екен баласы, жаңағы жылулықты сұрап тұратынмын, бірақ айта алмаймын. Бір сол мектеп сахнасына шығып, мектептің белсенді оқушысы болғаннан кейін өзіңді бір жұлдыз сезініп, болды ма сондай сезімдер? Соңғы кездерде болды. 11-ші сынып оқығанда 2 ойлы болды. Өйткені сол кезде мен уже таныса бастадым. Жаңағы темекі, ішімдікпен. 11-ші сыныпта ортам өзгере бастады. Өйткені маған қызықсыз бола бастады. Ән айту қызықсыз бола бастады. Жаңағы спектакльде ойнау, өйткені балалар өзі тартатын, осы жақта келсеңші, қыздар бар, андай бар, мындай бар. Ақырындап сол жаққа тарта бастағаннан кейін мен сол жақта барып, сол жаққа қойылым қоятын, яғни ортаның бір жақсы бір шоумен дейді ғой, сол сияқты бір отыратынмын. Жақсы қарым-қатынаста күлдіріп деген сияқты, менсіз іс-шара өтпейтін. Жаңағындай. Неге ол нәрселер қызықсыз бола бастады, Шыңғыс? Өйткені мен істеп аттым, не үшін, кім үшін білмедім. Мен әртүрлі жағдайларда істедім. Мен мысалы қойылымға бардым, мен орындар алдым, бірақ алғаннан кейін үйге келем, үйде ешкім, бәрі как положено, өздерімен өздері. Мен сосын бір қуанышымды айтайын десем, оны да айта алмаймын. Не үшін істеп жатырмын? Сондай ойлар соңғы кездері келе бастады. Мен анам да қарамайды, жаңағы туысқандарым да қарамайды. Бір жылулық күткен сияқты болдым, біреу үшін істеген сияқты. Одан кейін маған ұнамай бастады. Мен уже бағаланбады, иә. Неге ол кезде анаң саған өйтіп сені бағалап, қуанып, мен балам қатысып келді, жүлде алып келді, мен балам сахнаға шықты деп сондай сезімдерін бере алмады деп ойлайсың, неге? Сұрауым бойынша ол кісі өзі тұйық кісі. Яғни по распорядку дейді ғой. Тек қана солай. Әкесі, атам, мен нағашы атам военный кісі ғой. Сол кісіден кейін өте тұйық, қатал. Тек қана қалай бар, не бар, соны ғана айтады, болды. Артық ештеңе істемейтін кісі ғой. Сондықтан мен де қорқа бастап, яғни ішкі жаным. Кейін әкеңмен ажырасып кеткеннен кейін сен анаңнан қорқа бастадың. Әкеңмен ажыраспай тұрған кезде анаңа жақын едің, иә? Өйткені осы қаталдығын көрсете бастап тұр ғой сонда, иә? Иә, өйткені бір нәрсе істесем, әкеңе ұқсайсың, әкеңе тартасың деген сөз менің ішімде қалып қойғаннан кейін мен ештеңе істегім келмеді. Өйткені бір керісі әсерім тисе, мен қорықтым. Қазір мен үйден қуып жүреді, немесе әкеме жібереді. Мен содан қорыққаннан кейін мен анама өтірікті де айттым, алдадым. Өйткені жаңағы жақсы рөл атқару үшін өзімнің бала сондайға мәжбүр болдым мен. Сен үшін құбыжық бейнесіндегі отбасының мазасын алған, анаңды осып қансыратып тастаған ер адамға сені ұқсайсың деп айтқан сөзден ауыр сөз жоқ, иә, менің қазір түсінгенім. Иә, ол менің осы уақытқа дейінгі айтып келе жатқан сөз әлі жүрегімде. Соған ұқсамай сондай болам деп өзіңе бір күш алатым дедің. Иә, мен яғни солай керісінше әсер істеп, мен ондай емеспін, неге мені салыстыра бересіңдер деп, бір жақсы іс істеп бастап, аяғы басқаша болып кететін. Яғни мен кері әсер беретін маған, өзім ойлағаннан да. В итоге сол кісіге құсап баратқан өзім байқамай барады. Сонда былай қарасаң, анаң әкеңнен ажырасқаннан кейін бақытты болды, өз-өзімен бір жанын тыныштығына ие болды деп айтуға бола ма сенің көз қарасыңмен? Жоқ. Мен сырттай көрсем де анам іштей қанжылайтын. Оны мен сезетімін. Бала жүрегі сезеді, өйткені
не болса да ішіндегісін айта алмайды, анам да менімен бөлісе алмайды. Мен оны сезіп, мен де ештеңе демеймін. Екеуміз екі жақта тек қана бала мен ана деген аты ғана болмаса, былай жалпы отырып сөйлесіп ақылдасып ондай ештеңе болмайтын, бір-бірімізден қорқатын сияқты. Сен қазір әдемі айтып отырсың, түсініп отырсың анаңның жай күйін. Әкесі сондай военный болғандықтан қатал адам, сондықтан өздерінің үйінде бір өсірген ереже тәртіп бойынша сондай бір жалпы мінезі тұйық осылай деп. Бұл сен анаңды түсініп, анаңды ақтап отырсың. Және әкеңнен осындай соққы көріп, жастық шағы ол осы жігітке шығам, осы жігіт мені бақытты қылады деп армандап шыққан жігіті, оның қолынан осындай таяқ жеп пышаққа түсем деп ойлаған жоқ. Бұл да жас әйел үшін, жас қыз үшін ауыр травма. Сондықтан ол кісінің де өзінің травмалары болды. Ал әкеңнің жағдайы, сен қалай ойлайсың, Шыңғыс? Әкең неге сондай жандай жауыз адам болды? Неге? Егер де мен осы уақытқа дейін әкем барлығын түсініп, мен балам қойдым деген сөз бір рет болған жоқ. Яғни жылда айтатын, мен қойдым, мен болдым деп, таза болып, кәдімгідей әдемі болып келеді, бәрі жақсы болып келе жатады, қайттан ішіп келеді. Яғни сөзіне сенбей бастадым. Анам неге ақтап отқаным, ол кісі қандай болмасын мен үшін айтты, мен балам сен үшін басқа біреуге күйеуге шықпаймын. Мен өйткені мен содан бастап сезетінмін, анам еркектен бір жүрегінде бір жаман іс қалып қойғаннан кейін ол кісі уже сенуден қалды. Сондықтан ол маған айтады, мен тек қана саған сенем, сен менің болашағымсың деген сияқты. Менде уже әкенің рөлін басып кеткендей болдым. Яғни баланың рөлі емес, әкенің рөлі. Мен жұмыс істеуім керек, мен анамды бағуым керек, мен бүйтуім керек, мен сөйтуім керек деген ой қалыптасып, менде уже өзімнің бала сезімім мен балалық шағым тезірек ересекке айнала бастады. Сондықтан мен дұрыс көрмедім десем де болады. Өзімнің ортамда да, өзімнің балалық шағымда да. Әкеңнің туыстарымен араласпайсың? Әкемнің туыстарымен араласпаған себебім, нағашы жұрт айтатын, әкеңнің туысқандарымен не үшін араласасың, олар саған көмектеспейді. Олар бір тиын да беріп жатқан жоқ. Алимент төлеген жоқ саған? Киіміңді алып беріп жатқан жоқ, бір продукты алып берсе болады ғой. Анаң екеуің бөлек шықсаңдар бір көмектессе болады ғой. Ештеңе, ешқандай тарапынан ештеңе қимыл болған жоқ. Сондықтан не істейсің оларға барып деген сияқты. Содан кейін мен түбегейлі қарым-қатынасты бұзғам, ұмытып кеттім десем де болады. Кейін саған әкең қатты керек болған, әке деген керек екен ғой деген сондай сәттер болды ма? Болса екен деген бірақ рет кез болды. Ол 11 сынып бітіргенде жас түлектер барлығы жиналып жатқанда балдардың бәрі айтатын, жаңағы сыныптастарым. Вот мен мысалы әкем осындай сыйлық берді, маған права жасатып берді, оқуға түсірді, мінекей маған осындай сыйлық берді. Яғни әкенің өзінің бір орны бар деген сияқты сөздер қозғалғаннан кейін мен екі ойлы болып қалдым. Осындай кезде бір әкем қайда жүр деген сияқты. Маған бір поддержка берсе де, немесе бір алдымнан бір өтсе де болады ғой. Ондай болған жоқ. Сендер сол бір ауылдансыңдар, иә? Әкең мен анаң екеу бір ауылдан ғой. Яғни әкеңнің әкесі сен атаң. Атаң қандай адам болған, елден, халықтан естіген сөздерің бар ма? Ол кісі қандай кісі болған? Бар, атамның аты Жамбыл. Ол кісі естуім бойынша домбыраш күйші. Яғни ол кісі естуім бойынша әр ортада өзінің жаңағы шеберлігін көрсететін, әулейтін үлкен кісі болған деп мен естідім. Жамбыл деген кісі сері болған, өнерлі, ортасына сыйлы, иә, сондай кісі болған. Атаңа тартқан шығарсың? Сол мен бәлкім сөйде ойлап отырмын, өйткені анамда әкемде жаңағы не жоқ, өнерге деген жоқ, бірақ менде сондай құштарлық жаңағы бала кезден пайда бола бастады. Сен қай кезден естідің атаң осындай адам болған дегенді? 10 жасымда. Сол кезде бір ауылда жүргенде, әжемнің басына барғанда жаңағы еститінмін. Ауылдастардан естисің ғой, көршілерден, сен Жамбылдың ұлы емессің бе деп. Сол кезде айтып бересіз бе деген бір кісілер болған, айтып берген. Сен жаңа әжем қайтыс болғаннан кейін әке шешеме келдің дегенің, әжең сол әкеңнің анасы, иә? Сондықтан сол әжең мүмкін 5-6 жасқа дейін сенің бойыңа сондай бір жақсы фундаментті құйып берген шығар, әлди айтқан шығар,
атаң жайлы әңгіме айтқан шығар, мүмкін саналы түрде есіңде болмаса да. Мен естіген бойынша әжем айтатын, именно осы Шыңғысқа тиіспеңдер. Басқа кім болсын, мен ең жақын немересі болатын, білмеймін өзіме неге сөйтіп айту бойынша көбісі. Бұл ұлдың өмірі басқа, тағдыры басқа, бір нәрсе сезіп жүргендей әжемде маған бір аят айтқан сияқты болды, алып кететін. Осы кісі осы балаға тиіспеңдер, бұдан бір адам шығады деген сияқты. Мен қазір осы жерге кішкене тоқталып сұрап отырғаным, Шыңғыс, көп жаңағындай күйеуінен қорлық көріп барып ажырасқан әйелдер сенің анаңа қатысы жоқ, жалпы енді ұқсас кішкене оқиғалар. Сол кісілер күйеуімен ажырасып кеткеннен кейін қатты бойларында қорқыныш қалады. Мынау енді бәрібір осы күйеуінің қаны ғой. Сондықтан кішкене қателесіп, сәл аяғын шалыс басса, ол бала болғаннан кейін қателеседі. Аяғын оңды солды басып қалады деген болады. Өйткені білмейді әлі, тәжірибе жинаған жоқ. Жаман мен жақсыны толық ажырата алмайды. Сондай сәттерінде балаларын әкесіне, күйеуіне ұқсап кетпесін деп қорқады да, соған ұқсайын деп жүрсің ба деп сондай ауыр сөздерді айтады. Бұл балаға өте ауыр тиетін сөз екенін ол аналар өздері түсінбейді. Олар кейін түсінеді. Мен міне тәуелді азаматтардың әке шешесімен жұмыс жасаймын ғой, сонда сол кезде сол кісілерге айтқан кезде олар қатты өкініп отырады. Бұл сөзді біз әбден айттық, бұндай сөзді айтуға болмайтын білген жоқпыз деп. Сондықтан мен осы сенімен болып жатқан подкастты пайдалана отырып, осындай сөзді балаға айтуға болмайды. Бірақ мен бәрібір әкең сондай жақсы адам ретінде өзін саған көрсете алмаса, сен осының баласы болмаймын деп өзіңнен қашқаныңмен, сен бәрібір әулетіңнен қаша алмайсың. Сондықтан аталарың жақсы болды ма деген сияқты, сен сол ру, сол фамилия, сен де қазір сол әкең тегіндесің, иә? Сондықтан бәрібір ертең бір қызбен танысып үйленетін кезде де сол әкең руын айтасың. Мысалға да кейінгі уақытта, сондықтан бір өз әулетіңнен қашпасын деп әжең саған тәрбие берді, атаңа сені ұқсайтын осындай. Сені бірінші көрген кезде де мынау шашың, образың, стилің және сенің сөйлеген сөзің бәрі, сен сөзсіз шығармашылық адам екеніңді айнымай сырттан танып білуге болады. Және мектеп кезінде осыны бойыңда көбірек қалыптастырдың. Сен кім болам деп ойладың өскенде, мектеп шағында осылай мектептің активисі болып жүрген кезде? Маған көбінесе қойылымдар ұнай бастады. Яғни өзімді әртістік, актерлық шеберлікке дайындадым. Не болса да осындай бір барайыншы, көрейінші, өзімді кинолар көп көретінмін, өте көп. Солардан үлгі алып, қарап, жаңа қазақ фильмдегі өте көп күшті кинолар бар, жау жүрек бала деген сияқты жап-жас балдар, өзім сияқты балдар деп қарап, не үшін мен осылар сияқты ойнай алмайды екенмін. Мен де осылар сияқты ойнай аламын, адам жасаған адам. Содан кейін бардың ба өнерге? Түстің ба? Өнерге түсе алмай қалдым. Түсе алмай қалғаннан кейін. Неден өтпей қалдың? Енді тапсырдым, бәрі жақсы болды, бірақ екінші шығармашылықты өте алмай қалдым. Яғни поэма, проза оқы дегенде жатқа. Мен оны білмей оқымадым, бірақ сол жерде жалынып сұрап алғам. Әртүрлі бір қимылдар жасайыншы, бір даусын салайыншы біреудің, не болса да өткізіңші дегенде мені айтқан строго. Дайындалмай бардың ба сонда? Дайындалмай бардым, иә. Бұл деген самоуверенность, иә, өзіңе өте қатты кеудеңді керіп, өзіңе сеніп, мен өтем деген бір сенімділік басым болды ма? Басым болды. Мектепте нешінші сыныпта сен алғаш рет ішкілік іштің? 9-шы сыныпта мен... Қалай болды ол? 9 бітіргенде аттестат ала бастадық. Сол кезде бір жиналыс болды балдармен, бір отырайық, өйткені кейбіреу колледжге кетеді, біреулер 11-ге қалады, кейін бір отырыс болғанда жаңағы ішімдікті бастай бастадық, жаңағы сары. Яғни содан басталып маған ұнай бастады, мен ақырындап ішіп, көріп, бірақ көп ішпейтінмін, яғни дәмін көрсем екен деп. Сол чувство ұнап қалды маған, жаңағы сезімдер сол жерде болған. Ақырындап солай басталып кетті, өзім де байқамай қалдым. Сол кезде анаң білді ма сен ішіп бастағаныңды? Мен анам вообще білген жоқ. Қай кезден білді? Анам ішетінді 2024-те бірақ білді. Сол 9-шы сыныпты бітіргенде қоштасу кеші ғой енді бұл, иә, бір кететіндер бар, қалатындар бар деген сияқты. Ішкілік осы балалардың ортасына баласындар сендер әлі. Кім арқылы келеді? Біреуді жамандағым келмейді, бірақ бір ортада бір адам болады ондай.
көрейік дейтін бір адам любой ортада болады ондай. Немесе жоғарғы оны қалай әкелуді ұйымдастыратын? Әрине, иә, өзінің бір магазині болады, оны алып жүретін. Үлкен жаңағы жоғары сыныптағы балалар айтады, өздерім алып беремін деген сияқты. Сонда сендер соның дәмін көріп отырғанда ішінде жоқ мен ішпеймін, мен көрмеймін дейтін бола ма бала? Ондай балдар болды, иә. Яғни жоқ, мен жай отыра берейін, жаңағы тамағымды ішіп деген сияқты. Ондай да балдар болды, көретін де балдар болды. Ол қандай балалар? Ал көретін балалар қандай балалар? Не жетпейді балалардың бойында? Не артық, не кем соны? Көрмейтін балдар, олардың тұла бойында көрініп тұратын. Мектепте келіп сабағын айтып кететін, жаңағы ешқандай артық іс-қимылдары жоқтығын. Мысалы, мен ортамдағы жүрген балалар. Ал менімен бірге жүретін, кел көрейік дейтін балалар, ол бір жерге шақырсаң да уже келе береді, немесе ата-анасы толық емес отбасыдан шыққан балалар көбінесе көреді. Яғни менің ортамда 2-3 бала болды, біреуінің атасы, біреуінің әкесі жоқ, біреуінің анасы жоқ деген сияқты. Сол балалар көбінесе осылай бірге жүретінбіз. Яғни отбасында бір баланың көңілін толық қылғызып, бір бақытты сезініп өспеген балаларда бір сезім жетпейді. Сол жетпеген сезімді мүмкін ол іштегі бір бұғып тұрған нәрсе, мүмкін бір ол іштегі тартып тұрған нәрсе. Сол бәрі осы ішкілікті ішкен кезде соның бәрі жіберіп, еркін, өзін жайлы, ыңғайлы сезінеді. Сондықтан жандай баланы отбасында қысымсыз өсіру деген нәрсені мен көп айтамын қазіргі балалардың тәрбиесіндегі ерекшелік деп. Сонымен ішкілікпен сен танысып 11 сыныпты бітіргенге дейін ішетін болдың. Ішіп алып мектеп сахнасына шыққан кездерің болды ма? Ішіп алып неде болған, дискотекада болған, 11 сынып бітіп атқанда. Яғни өлең айтқан жоқпын, тек қана сахнаға шығып билеп, сондай ғана ол мектептің ішінде. Сол басқа болған жоқ. Қасыңдағы жүрген достарың тура өзің сияқты балалар болды. Иә. Олар да өнерге жақын. Өнерге жақын, музыка жазатын. Олар өнерге кетті ме? Біреу бар, ол кәдімгідей қазірге дейін студияда өлең жазады. Ал қалғандары уже басқа жұмыстармен үйленіп кеткен. Басқаша бағдарда. Сондықтан сен өнерге кете алмағаннан кейін қайда кеттің? Өнерге кете алмағаннан кейін мен мына жерде бір университетке түсірді, Қазытубы деген. Сол жерде оқиды алмадым мен. 1-2 курс сырттай оқыдым. Ақшасын төлеп тұрсам болды. Ар жағынан мен өзім жұмыс істеп, істей беремін, өзім жүре беремін деген сияқты. Яғни мамандықты сен өзің таңдаған жоқсың, анаң таңдап түсірді. Осыны оқисың деп. Иә, осыны оқисың осы жерде. Сен оған көндің. Мен көндім, өйткені анам айтты, диплом керек деді. Маған диплом керек емес деп айтқам. Анама әйтеуір үйтсе де бүйтсе де әйтеуір диплом алсам болды ғой деді. Мен айттым, онда сырттай болса сырттай ақшасын төлеп оқи беремін дедім. Бірақ бармаймын дедім. Не істедің бармай? Тек қана жұмыспен, жаңағы қыдырыс, жұмыс. Жұмыс істеп ақша таптың. Жұмыс істеп ақша. Тапқан ақшаңды анаңа беретін бе едің? Жоқ. Мен көбінесе оқуға деген жинаған ақшамды беретінмін. Артық ақша жоқ дейтін, өйткені өзімнің де керек жарақтарым бар деп өзім алып қалатынмын. Анама көп ақша бермейтінмін. Саған сол оқығаннан гөрі жұмыс деген ұнады, иә сонда? Сонда болашағыңды қалай деп елестеттің сен? Ертеңіңді кім болып істеймін өмірде, кім болып қалыптасам? Мысалы 25-те, 30-да, 40-қа келгенде деген сияқты. Жаңа сіз айтқандай уверенность дейді ғой. Өз-өзіме қатты сенімді болдым. Мен не болса да бір жер тесіп шығам, не болса да осы мамандығымды бітірем, не болса да бір жерден бір нәрсе көрініп қалам деген ой менде қалыптасқаннан кейін уже тек қана сол иллюзиямен өмір сүрдім. Қазір кішкене өз-өзіме келіп алайын, қазір ақша жинап алайын бастапқы. Ал ары қаратай мен блогер болам ба, кім болам ба, тикток түсірем ба, әйтеуір бір жерден шығам деген ой, иллюзия болды. Сонымен жүре бердім ары қаратай. Бірақ әр күн айтатым, осы күні бастаймын. Бірақ ол күні басталмады. Ол күні там бір жерге шақырады, ана жерге шақырады, сонымен ұмытылып кете беретін. Осылай күн өтті. Саған қалай сен тесіп шығасың? Тесіп шығу үшін бір нәрсені соңына жеткізіп, өзің дамыған болуың керексің, дайындығың қалыптасқан болуың керексің деген сияқты кеңес берген адам болды ма қасында? Болды, өзімнің досым қазіргі кездегі ол кісі өзі студия записі жазады. Біз бірге өлеңдер жазатынбыз. Бірақ менің ең жаман жерім адамның ойы маған деген өте маңызды болатын.
мен өзіме ұнаса да біреуге ұнамаса мен оны шығармайтынмын, жоқ керек емес онда деп. Яғни өзімнің жүрегім қалап тұрса да басқа біреу жоқ десе, жоқ, онда қорқыныш сезім мені көбінесе сол алды. Не рискуй дейді ғой, мен ондай болған жоқпын. Мен қорқа бастадым, жоқ біреу не айтады, анау не айтады. Мысалы жаман боғау сөз қойса анам не айтады, туысқандар не айтады. Яғни сонымен өз-өзімді жауып, тұйықтап ары қаратай шығардым. Осы ғой бүкіл мәселе, Шыңғыс. Бала кішкентай кезінде қатты қорыққан ба, мейлі әкесі мен шешесінің ұрыс жанжалынан немесе әкесінің қол көтергенінен, бұл бір-ақ рет қорқытқан қорқыныш емес, бұл жүйелі түрде жандай қайталанғанда, мысалы кемінде 5-6 реттен жоғары қарай қайталанған кезде баланың ішінде қорқыныш қалады. Осы қалған қорқыныш кейін өзінің барлық қанша таланты болсын, дарыны болсын, соның бәрін шығара алмай өзіне деген сенімсіздікті береді. Осы сенімсіздіктен шығу үшін олар міндетті түрде жаңағыдай сахнаға шығар кезде ішіп алып шығады, өзіне бір дозаларды қабылдап алып шығады, соған біртіндеп олар кете береді. Кейін мысалы ортаның, сен гүлі болдың, кейін жұмыс істеп жүрген кезде достарыңмен бәрі ортада отырған кезде оларды күлдіртіп, жаңағы әңгімелеріңді айтып сөйтіп отыру үшін саған ішкілік керек болды, иә? Белсенді түрде қай кезге дейін іштің? Белсенді түрде осы 2024-ке дейін жылға. Енді бұлай қатты емес. Айына 1 рет, 2 рет. Яғни мен ішімділік менде қатты болған жоқ. Яғни бір ортаға барсам ғана, бір қыдырыстар болса ғана, сол жерде өзімен өзім бұлай алып, ішіп, ондай болмаған. Сенің осылай сүріп жүрген өмірің анаңның көңілінен шықты ма? Мен осы уақытқа дейін өзімді жаман қалпымда, жаман немен көрсетпейтінмін анама. Неге деп ойласаңыз, анам 2024-те бірақ білді мен қандай адам екенімді. Оған дейін мен үйде жақсы рөлде ойнайтын бала. Яғни жаңағы манипуляция. Масканы киюді әбден үйренгенсің, иә? Яғни үйде тәрбиелі, жақсы, үсті басы таза. Өзің ажырататын ба едің осыны? Сен осындай 200-ділікпен жүрген үйде басқа баласың, сыртта басқасың. Ажырататынсың. Ажыратамын, білем. Ең соңында не үшін мен ішет деп ойлайсыз? Өйткені соның бәрін көре тұра мен ішім ауырады, жүрегім ауырады, мен осылай істедім. Ол сезімдерді мен ол сезімдермен өмір сүрмеу үшін мен ішімділікке салынам, нашақорлыққа салынам. Өйткені айтпақшы осы, сен негізі ішкілікке салынған емес, сен бірінші кезекте нашақорсың. Есірткіні қалай есірткіге келдің? Есірткі сенің өміріңді қалай өзгертті? Ақыр соңы қайда келдің? Енді қалған уақытты осы жайлы айтсақ. Қалай таныстың бірінші есірткімен? 2020 жылы ең бірінші рет дизайнерский, химический. Соны көрген болатын. Ол кезде бірден ауыр түрін. Яғни мен үйден қуып жүрген кез, ол кезде қыс кезі ғой. Сол кезде мен бір танысымның үйіне барғам. Кім қуып жіберді? Үйдегілер. Сенің сондай есірткі шегетіңді сол кезде білмейді ғой. Яғни басқа жағдай бойынша, неге сен үйге келмейсің? Мен үйге келмейтінмін. Сол кезде айтатын, қазір үйге келмесең қаңғыбастың өмірін сүрдің. Сол кезде мен де бір намысым жібермей, қазір үйге бармасам өздері іздейді ғой деген сол себеппен мен басқаға үйлерінде тұра берем. Сол кезде бірінші рет таныстым. Ең бірінші танысқанда әрине қорқыныш сезім болды. Өте қорықтым, не болады деп. Бірақ жаңағы балаға қарап, ол айтады, менде бәрі жақсы, көрсей деген сияқты құштарлық пайда бола бастап, мен де көрдім. Ең бірінші сол көрдім 2020-да. Ол бала сенің жақын досың? Жақын досым десем артық кетеді. Менің жақын досымның танысы, ол да жаңағы өнерге жақын адам. Сол айтсам болады. Ол 2020-дан кейін мен 2024-ке дейін нашақорлықпен араласқан жоқпын. Яғни 2020-да бір көрдім, одан кейін мен ұмытып кеттім. Маған ұнаған жоқ ол. Мен уже дальше одан кетіп, ары қаратай өмірімді сүре бердім. 2024-тің май айында мен уже бастан тағы да көріп, мен өзде... Кім әкелді саған есірткіні? Есірткіні менімен жұмыс жасайтын бір бала. Ол жақын танысың? Жақын танысым дегенде, бірге жұмыс жасайтынбыз 5 жыл бойы. Жақын танысың 5 жыл бойы. Былай, сол кісі көрсетті, яғни осындай... Ол сенен үлкен ба? Жоқ, менен кіші.
ол өзге ұлттың азаматы, яғни ол айтатын осындай кезекті кештер бар, келсең жақсы болатын еді деген сияқты, сен керексің деген сияқты. Мен сол кешке барам, кешке сол кезде ішімдік ішіп бәрі отырғаннан кейін жаңағы есірткіні маған көрсей деп. Мен біліп тұрмын, мен осындайды көрген екенімді, ештеңе болмайды, қазір нормально болады деп, сол жерде уже көріп бастадым. Ол кезде көріп бастағаннан кейін қыздар да болды, ұлдар да болды, музыка да болды, шум. Содан кейін мен уже регулярно қабылдай бастадым, яғни маған ұнай бастады сол сезім. Бәрімен ашық сөйлесіп, жүрегім кәдімгідей бір нәр алып, адамдармен жақсы сөйлесіп, қарым-қатынасым үйдегілерге, ешкімге жаңағыдай бүкіл ішкі негативтің барлығы сол жерде қалып қойған сияқты болды. Жаңағы әкемді сағына бастадым, не екенін білмеймін, әкемнің жаман ойлары болсын, не болсын, бәрін ұмыта бастадым. Адамдардың бәрін жақсы көріп, махаббатпен қарап. Яғни сол сезім маған ұнай бастады. Өйткені осыған дейін маған жетпеген махаббат содан тапқаннан кейін, мен соны қолдана бастағаннан кейін мен өзімнің өмірімді басқаша сүре бастадым деп өзім ойлап жүрдім. Сол кезден бастап уже аптасына бір рет болды. Аптасына бір рет болғаннан кейін там уже күніне бір рет деген сияқты күнделікті қолдануға айналып кетті. Анаңмен бірге тұратын ба едің ол кезде? Жоқ, мен ол кезде анамның ағасының үйінде тұратынмын. Ол кісілер білмеді ма сені? Ол кісілер білмейді. Яғни мен жұмыстан түнде келем, бәрі ұйықтап жатқанда, таң ата кетем, бәрі ұйықтап жатқанда. Сондай кездерде мен уже жұмыста қолдана бастадым. Жұмыста қолданып алып жүресің. Қауіпті жағдайлар болмайды ма? Қауіпті жағдай дегенде жаңағы бірге жұмыс жасайтын бала көрсеткен, ол да қолданатын жұмыста. Екеуміз бір-бірімізге сеніп, ол да оны да таба алмайды ғой, мені де таба алмайды деген сияқты иллюзиямен жүретінмін. Яғни ешқандай қорқыныш жоқ, очки киіп аламын, там көзіме каплялар бар неше түрлі, бәрін қолданып жұмыста жүре беретінмін. Өйткені мен өзім көп сөйлегеннен кейін, жұмыста көп өзім белсенді болғаннан кейін бәрі мән бермейтін маған. Бұл осындай ғой деген сияқты. Өйткені тұйық жүретін бала болса, ол егер есірткі қабылдаса, ол басқаша болып көрінеді басқаларға. Мен былай да былай өзім активный болғаннан кейін маған өте қатты мән бермейтін. Солай жүре бердім мен де жұмыста. Содан не нәрсеге ұласты бұл? Бұл менде басында жақсы жаңағы махаббат берді маған, жақсы жаңағы көңіл күй сыйлағаннан кейін күнделіктің күнінде менде ақырындап паранойя басталды.